Hello everyone. Баршаңызға сәлем. English Plus Grade 5 кітабы бойынша 44-ші, 45-ші, 46-ші беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Vocabulary and listening, adjectives describing people, адамдарды сипаттау және сын есімдер тақырыбы. Exercise 1. Check the meaning of the adjectives on page 81 of the workbook. Which four words describe appearance? Which are opposites? Бірінші тоғыда берілген сөздердің мағынасын табамыз. 81-ші бетте берілген дәптерінде. Осы сөздердің қайсысы адамдардың түр әлпетін сипаттайды және бір-біріне қарама-қарсы сөздерді табамыз. Мысалы, friendly, unfriendly. Түр әлпетін сипаттайтын сөздер fair, short, dark, tall. Bir-birine қарама-қарсы сөздер young, old, friendly, unfriendly, short, tall, dark, fair, noisy, quiet, horrible, nice. Exercise 2. Choose two adjectives for each of the people in photos 1 to 6. Екінші тапсырмада астындағы суреттерге қарап, жаттығудағы сөздердің қайсысы сәйкес келеді. Сәйкес сөздерді жазатын боламыз. 1. Short, dark. 2. Old, nice. 3. Friendly, dark. 4. Tall, fair. 5. Young, noisy. 6. Quiet, good looking. Exercise 3. Look at the information about TV program and look at the interviews. Notes, guess the answers to the questions. Үшінші тапсырмада теледидар программа бойынша мәліметтер берілген, соған қарап, астында берілген сұхбат жазбаларына қарап, сұрақтардың жауаптарын табамыз. Бұл жерде біз сұрақтарға суретке қарап жауап береміз. 1. Where are they from? Олар қай жерден? They are from New York. Олар Нью-Йорктан. 2. How many children they have got? They have got 12 children. 3. Is the house very quiet? No, it is noisy. 4. Has Mr. Lewis got a job? Yes, he has got. 5. Have they got any pets? No, they haven't. 6. Have the children got different rooms and beds? No, they haven't got rooms, but they have got beds. 7. Is Mrs. Lewis from a big family? Not written, белгісіз. 8. How old are the children? From 1 month to 19 years old. 9. What adjectives describe the children? Fair, friendly, tall. Екінші сұрақта олар нешеу жанұяда? Жанұяда 12 адам, 12 бала. Олардың үйі тыныш па? Жоқ, тыныш емес. 4. Мистер Льюисте жұмысы бар ма? Иә, жұмысы бар. 5. Оларда жануар ұстайды ма? Жоқ, ұстамайды. 6. Балалардың бөлек бөлмелері және төсек орындар бар ма? Иә, бар. Миссис Льюистің үлкен отбасыдан шыққан ба? Белгісіз. 8. Балдардың жасы қаншада? 6 айдан бастап 19 жасқа дейін. 9. Балдарды қалай сипаттауға болады? Олардың шаштары ашық келген, достықты және бойлары ұзын келген. Exercise 4. Listen to the program. Which questions from exercise 3 do you hear? 4-ші тапсырмада тыңдауында тыңдайсыздар. 3-ші тапсырмада сұрақтар берілген, сол сұрақтардың қайсысы тыңдауында бар, соны анықтаймыз. Тыңдауында осы сұрақтар келеді. Осы сұрақтың бәрі келеді, 7 мен 9 сұрақтары келмейді. Exercise 5. Listen again and write the answers to the questions you hear. 5-ші тапсырмада тыңдауында қайтадан тыңдап, сұрақтарға жауап береміз. Біз 3-ші тапсырмада сұрақтарға жауап бергенбіз, соны жазып алсаңыздар болады. Exercise 6. Write sentences about people in the box using adjectives from exercise 1. 6-ші тапсырмада астында берген қоршаған сөздерді қолданып, және бірінші жаттығудағы сын есімдерді алып, сөйлемдер құрастырып жазамыз. Мысалы, my friend Radek is tall and friendly. My mother is fair and nice. The film star is horrible. My uncle is good looking. My grandmother is old and nice. The singer is noisy. My cousin is short and dark.
The next one 45-ші бет. Language focus have got affirmative negative question and short answers. Бұл бетте сіздер have got болымды, болымсыз түрлерін өтесіздер және сұраулы сөйлемді. Exercise 1. Complete the columns with examples 1 to 8 from the TV program on page 36. Кестені толтырамыз бірінші тапсырмада. 1-ден 8-ге дейін сөйлем берілген. Қай сөйлем болымды сөйлемге жатады немесе болымсыз және сұраулы сөйлемдерге жатады. Кестені толтырамыз. Және қысқа жауапты сөйлемді қойып жазамыз. 1. They have got 13 children. Бұл болымды сөйлем аффирмативке жатады. 2. Have they got any pets? Сұраулы сөйлем. 2 question. 3. Yes, she has. Short answer. 4. The boy hasn't got fair hair. Negative. Болымсыз сөйлем. 5. Has Mr. Lewis got a job? Question. Сұраулы сөйлем. 6. No, they haven't. Short answer. 7. Charles has got his own room. Affirmative. Болымды сөйлем. 8. They haven't got different rooms. Болымсыз сөйлем. Exercise 2. Make the sentence negative. Use the words in the box. Екінші тапсырмада сөйлемдерді болымсыз түрге айналдырамыз. Бокстағы сөздерді қолданыңыз. 1. My brother hasn't got a car. 2. Mrs. Hubbard hasn't got a dog. 3. I have not got a big family. 4. My parents haven't got a big house. 5. You haven't got a big bedroom. 6. My friends and I haven't got bicycles. Exercise 3. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңдап жазамыз. 1. She hasn't got a brother. 2. Have you got my computer? 3. My friends have got mobile phones. 4. Has your dad got dark hair? 5. We haven't got sport every day. 6. How many cousins has she got? Exercise 4. Look at the two pictures of a family and find 8 differences. Write the differences using affirmative and negative forms of have got. 4-ші тапсырмада 2 берілген суретке қараймыз. 8 айырмашылықтарын тап. Have got сөзін қолданып, болымды және болымсыз сөйлемдері болатындай айырмашылықтарын тауып жазамыз. In picture A, мысалы, the man has got fair hair and glasses. In picture B, he has got dark hair and he hasn't got glasses. Яғни A суретінде ер адамның шашы сары және көзілдірігі бар. B суретінде оның шашы қоңыр және көзілдірігі жоқ. Яғни суретке қарап не бар, не жоқ екенін анықтап жазамыз. Мұнда 8 айырмашылығын таптық. 1. In picture A, the man has got fair hair. In picture B, he has got dark hair. 2. In picture A, the man has got glasses. In picture B, he hasn't got glasses. 3. In picture A, the baby has got teddy bear. In picture B, the baby has got a doll. 4. In picture A, the boy in the back has got blonde hair. In picture B, has got red hair. 5. In picture A, the boy in the back hasn't got a phone. In picture B, he has got a phone. 6. In picture A, the animal in the back hasn't got a necklace. In picture B, it has got a necklace. 7. In picture A, the boy in green has got black hair. In picture B, he has got brown hair. 8. In picture A, the boy in green hasn't got a cap. In picture B, he has got a green cap. Exercise 5. Make questions with have got. Then ask and answer the questions with a partner. 5-ші тапсырмада берілген сөздерден сұрақ құрастырып жазамыз. Сұрақ қойып жауап бер. 1. Has your mom got a Ferrari? Сенің анаңда Ferrari бар ма? No, she hasn't. She has got a Toyota. 2. Have we got English every day? Yes, we have. 3. Have you got a dog? Yes, I have. 4. Have you got any brothers and sisters? Yes, I have got one brother and one sister. 5. How many uncles and aunts have you got? I have got 3 uncles and 2 aunts. 6. Have your friends got computers? Yes, they have. Exercise 6. Change the words in blue in exercise 5. Then ask and answer.
Алтыншы тапсырмада 5-ші жаттығудағы көкпен жазылған сөздерді ауыстырып жазамыз, сұрақ қойып жауап береміз. 1. Has your mom got a bicycle? Yes, she has. 2. Have we got maths on Monday? Yes, we have. Have you got a cat? No, I haven't. Have you got any cousins? Yes, I have. How many pets have you got? I've got 2. Have your friends got ponies? Yes, they have. The next one, 46-ші бет. Speaking, describing people. Адамдарды сипаттау тақырыбы. Exercise 1, look at the photo. What has Sally got on her computer? Бірінші тапсырмада сөзге қарап, Sally'дің компьютерінде не бар? There are Sally's cousins on her computer. Sally'ның компьютерінде ағаларының суреті бар. Exercise 2, listen to the dialogue. Which people in the photo are Leo and Livia? Choose from A, D. Екінші тапсырмада диалог тыңдамды тыңдап, суретте қайсысы Лилия, қайсысы Лео, A, D біреуін таңдап табамыз. Leo is D, Livia is B. Exercise 3, practice the dialogue. Үшінші тапсырмада диалогты көрсетіп айтамыз. Диалогты оқып аударайық. Sally, hey Tom, look. I've got some photos of my cousins. Tom, where? Sally, here. Their names are Vicky, Livia, Jake, and Leo. Leo's my favorite. He's got dark hair and brown eyes. That's a nice photo. Which one is Vicky? She is the girl with fair hair. She looks nice. Yes, she's very funny. Sally айтады. Сәлем, Том. Қара, ағаларымның мұнда суреті бар. Қайда? Мұнда. Олардың аттары Вики, Ливия, Джейк, Лео. Лео менің жақсы көретін ағам. Оның шашы қоңыр және қоңыр көз бар. Жақсы фото екен. Қайсысы Вики? Вики шашы сары қыз. Әдемі көрінеді екен. Өте қуанышты. Exercise 4. Study the key phrases. Who says each phrase? Listen and check. Төртінші тапсырмада кілтті сөздерді оқимыз. Бұл сөздерді кім айтты? Тыңдамды тыңдап тексереміз. Key phrases describing people. That's a nice photo. Which one is Vicky? She's the girl with fair hair. She looks nice. Tom and Sally'дің айтқан сөздері. Exercise 5. Look at the photos below and the phrase in the box. Who is who? Practice many dialogues. 5-ші тапсырмада сөзге қарап, астында берілген, яғни кімнің кім екенін анықтаймыз. Бокстағы сөздерді қолданыңыз. Мысалы, which one is Millie? She's the girl with brown eyes and long dark hair. Millie деген кім? Оның көзі қоңыр және ұзын шашты, шашы қоңыр. Which one is Max? He's the boy with blue eyes and short fair hair. Which one is Millie? She's the girl with brown eyes and long dark hair. Which one is Hassan? He's the boy with brown eyes and short dark hair. Which one is Rath? She's the girl with green eyes and long fair hair. Exercise 6. Look again at the dialogue in exercise 1. Choose a group of people you know from the box. Imagine that you are showing a photo of the group to a friend. Practice your new dialogue with a partner. 6-ші тапсырмада диалогқа қайтадан қарап, бокстағы сөздерді таңдайсыздар. Бір суретті алып, досыңа көрсетіп таныстырасыздар. Солай жаңа диалогты құрастырыңыздар. Досыңызбен бірге. Who are they? They're my friends. Who's the girl with long dark hair? She's Amina, my cousin. Who's the boy with short fair hair and blue eyes? He's Leo, my classmate. Who's the boy with short dark hair and brown eyes? He's Daniel, my brother. Who is the girl with long fair hair and blue eyes? She's Emma, my sister. Осы сияқты аттарын өзгертіп, өздеріңіз диалог құрастыруыңызға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бай-бай. Сау болыңыздар.